Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен осындай керемет учпучмак деген самса дайындаймыз. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Бізге керегі 200 мг жылы сүт, 100 грамм сары май, бір штук жұмыртқа, тұз, дрожж керек болады. Бәрін жақсылап араластырамыз. Енді жұмсақ етіп қамырын елейміз. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Менде 400 грамм сиыр еті, 2 дана картоп, бір бас пияз, дәміне қарай бұрыш, тұз саламыз. Дайын болған қамырымызды кесіп аламыз осылай. Дөңгелектеп қоямыз. Дөңгелектеп жаямыз. Начинкасын ортасына салып, жоғарысынан бастап, үшбұрыштап түйеміз. Дайын болған самсаларыма жұмыртқаның сарысын жағып жатырмын. Самсаларымызды 180 градуста қызып тұрған пешке 30-40 минутқа қоямыз. Міне дайын болды самсамыз, өте дәмді, керемет болып тұр. Ас болсын, каналға жазылып кетіңіздер.